Сәлем достар, бүгінгі видеода мен сіздерге өртенген шаңырақ туралы түс айтып беремін. Ең алдымен видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Актер Асанәлі Әшімовтың махаббат екі адамның бір-біріне деген сыйластығы деген сөзі бар. Басқа осы сөзді Асанәлі ағамыз 10 рет қайталап, 100 рет толғанып қана емес, махаббаттың да, тағдырдың да көріп барып жасаған пайымы ғой. Үздігіп жүріп қосылып, жауығып айырылысып жатқандар қаншама. Сыйластық жоқ жерде әлсіз. Онсыз да күйреуік сезімге қайдан орын болсын. Бір-бірін сыйлап қадірлей алатындар ғана махаббаттарын қорғай алады. Қорлау басталған тұстан бастап сорлы сезімде өлмек. Бір келіншек түсінде біздің жатын бөлмеміз жанып жатыр екен. Басқа бөлмелер дін аман. Бір уақытта күйеуіміз екеуміз жататын қос төсек те өртеніп кетті. Қап-қара болып жанып, күйеленген бос бөлменің төбесіне шошына қарап жатқанымда оянып кеттім, деді. Жоритын түгі де жоқ. Онсыз да ажырасудың алдында тұрған жұп еді. Әйелі байғұс отбасын, ошақ қасын қаншама сақтап қалуға тырысып, қаншама кешірімшіл болса да екінші тараптан осыны керек еткен адам болмады емес пе? Қаншама жыл ақымақ еркекпен алысқан әйел осы түсінен кейін көп ұзамай ажырасты. Достар, сіздер бұл түс жайлы қалай ойлайсыздар? Комментарияға жазып қалдырыңыздар. Және де видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.